неге мен психолог болуға шешім қабылдадым және де бұл мамандыққа мен қалай келдім. Менің 8 жасымда әкем өмірден қайтқан болатын. Мен негізі қарапайым отбасыда өскеніммен сондай алкоголизмге тәуелділігі бар және де среднестатистический сол вақтағы отбасы ғой. Насилие өте көп, абьюзивный, тирандық отбасыда өскен баланың бірімін. Әкем өмірден кеткеннен кейін мен өте қатты ауырдым, себебі іште мен өзімді қатты кінәладым. Оны осы посттарда мен айтып өткен болатынмын. Неге онда негізі балада психикада ондай нәрсе болады, жақын адам жоғалтқан кезде не болатын жайлы. Мен өмір сүргім келген жоқ. Сол үшін де өте қатты ауыра бердім. Басқа әртүрлі қалаларда емделдік, укол алдық, дәрілер алдық. Почти что мектепке бара алмайтын да жағдайлар болды. Бұл бірінші мәселе. Сол кезде анамның бір жақын адамы ол кісіге бір айтуға оңай деген есі қателеспесем, жаңағыдай бір бағдарламадан психологтың контактысын сол жерден жазып алып, психологтың контактысын Алматыға біз барған болатынбыз. Специально сол кісімен бірге жұмыс жасауға, біз жұмыс жасадық. 1,5-2 ай тере анам бүкіл ломбардтарын, алтындарын бәрін өткізді ломбардқа. Қателесіп кеттім, өткізді. Анамның өзімен де жұмыс жасады, менімен де жұмыс жасады. Біз 3 түрлі нәрсемен жұмыс жасадық. Мен өзім негізі психологпен осы жерде тоже айтып кеттім. Детально қалай әсер етті маған, не болды, қандай решениялар жасадық деген. Ол насилиеге де байланысты және де менің кекештенуіме де байланысты. Достар, мен қазіргі мысалы тілде ЗР немесе ЗПР деген сияқты айтып жатады ғой. Менің өзім де негізі сөйлей алмайтын бала болғанмын, кекештену болған, заикание болған, тіпті мүлде сөйлегім де келмеген. Бірақ оның барлығы қазір артта. Сол кезде 10 жасында психолог анамның алып барғанына алғысып шексіз деймін. Бұл кісі бүгін ол кісінің туған күні. Және де маңызды нәрсеге келетін болсақ, 11-ші сыныпта уже мен сол кезде іште шешім қабылдадым. Мен психолог болғым келеді, адамдардың ішіне сондай бір жарық сәулесін салғым келеді. Өйткені мен өзім сондай бір қараңғылықта болдым, оказывается, өмірде әртүрлі ситуацияның шешімі болады екен деген менде үлкен ой мен сенім твердо түрде қалыптасты. Яғни мәселенің шешімін табуға болады екен деген. Одан кейінгі 11-ші сыныпта мен внутренне өте қатты аш болдым, бірақ мен ол кезде психологқа оқуға баруға шешім қабылдай алмадым. Сөйттім де мен бизнеспен айналысамын деп маркетолог болдым. 4,5 жыл маркетолог болып жұмыс жасадым. Өзіме жеткілікті түрде ақша таптым, бүкіл гештальттарымды жаптым, бірақ сол уақыттан кейін уже мен жаймен өзімнің жеке терапияма келіп, осы 3 жыл жеке терапия қабылдап, одан кейін барып ақырында осы мамандыққа мен қайдан іштей өзім қалап жатқанымды түсініп келдім. Қазір мен өзімнің жеке терапиямды танымаған кезде өзімнің практика жасап, осы терапиялар қабылдап жатқаныма 3 жылдан асып жатыр. Осы уақыттың ішінде 1000 сағаттан асқан жұмыс болды. Қысқаша менде осылай. Негізі бұл да бір үлкен бір рызық екен, өзіңнің ұнайтын өмірлік мамандығыңды таба алу.